Пайғамбардың сынықтығы. Ғаббас әхлі кітапты біліммен жеңген соң, пайғамбардың беделі Мәдинада қарыштап өсті. Исламның күшпен емес, көркем мінезбен, терең біліммен, өзгенің дінін сыйлаумен және қарағылды қақжарған әділдікпен таралатын қайырлы дін екені анық болды. Бірақ сонда да пайғамбардың сынықтығын сынағысы келетін әхлі кітаптар әлі де бар еді. Сондайлардың бір шоғыры бір жиында Мұхаммед пайғамбарға былай деп сұрақтар қойды. Я Мұхаммед, күллі адам ұрпағының түп атасы біреу, ол адам пайғамбар. Одан бері 124 мың пайғамбар жер жүзіне тарады. Бізге бүгін бұрынғы өткен пайғамбарлар баянын айтып берсең, деп қолқа салады. Алланың елшісі сол кезде: бауырлар, бала әкесінен бір батпан кем туады деген. Атамыз адам пайғамбар бәрімізден артық. Оның тәні ең бірінші балшықтан мүсінделіп, пейіштің есігін бірінші болып ашты. Менменсіген іблістің кеудесін басып, тәкаппарлығын әлімсақта әшкере қылды. Алланың рух деген нығметінен балшық тәнге үрленіп, ең бірінші ауыр сынақты бастан кешті. Хауа анамызбен жұбын жазбай адал махаббаттың ең бірінші үлгісін көрсетті. Адам атаның себебінен Құдайдың ықыласты құлдары мен пасық құлдарының арасы ажырады. Сондықтан адам атаны құрметтеу бізге уәжіп болады, деді. Отырғандардың екінші біреуі: Ыдырыс туралы не айтасыз? Оның дәрежесін не деп білесіз? деді. Ыдырыс ең бірінші әліппені түзеген пайғамбар. Дыбысты теріге түсіріп таңбалаған терең ілім иесі. Жазу сызу содан басталды. Ол болмағанда ғалымдардың хаттары тасқа түсіп сақталмас еді. Біз Алланың сүйікті достарына көктен түскен рисаланы оқымас едік. Ол періштелерден айласын асырған, Әзірейілдің құрығына ілінбей кеткен жалғыз пайғамбар, деді. Екінші адам атанған Нұқтың тәңірісі алдындағы дәрежесі қандай болмақ? Оның жүрегі оймен қиялға бай еді. Пайғамбарлар ішінде ең ұзақ ғұмыр сүру соның маңдайына жазылды. Ол надандыққа әбден батқан ел жұртын қаншама жыл сүйреді. Ар мен намыс, ұят пен ибаны, мейірім мен қайырымды халыққа жеткізем деп жаны жай таппады. Төбесі көктіреген алып бәйтеректен алып кеме тұрғызу Нұқ сияқты батырдың ғана қолынан келетін еді. Жануарлар мен адамдарға пайғамбарлық етіп, топаннан аман алып қалды. Ол болмағанда біз осы күнге жетпес едік, деді. Ал атаңыз Ыбырайымды сахарда туған шолпандай ұлық пайғамбар деп айтады. Өзіңді Ыбырайымға қаншалықты тең көресің? Ыбырайымнан асқан дархан жоқ. Қонақ күту, жомарттық содан басталды. Көңілі түскен кісіге астындағы жалғызатын сойып беретін нағыз мәрттің өзі еді. Жалғыз отырып ас ішпеді. Құшақтасып көрісу содан қалды. Оған қос пайғамбардың әкесі атану бақыты бұйырды. Үш періштенің зікіріне ғашық болып бір малын сарып қылған. Өз қаржысына қасиетті қағбаны салған Алланың сүйген досы еді. Алла оны бекерден бекерге Халиулла деп атаған жоқ. Ол хақтың жолында жалғыз ұлын құрбанға шалмақ болған ең тәуекелі мықты ұлық пайғамбар. Құрбандыққа өзін шалған Исмағұл да әкесінен асып түспесе кем түспейтін. Оның дәрежесі қандай? Исмағұл 1000 жылда бір туатын ер. Анадан туа сала Зәмзәмнің көзін ашты. Оның шарапатынан Зәмзәм тоқтаусыз ағып тұр. Оның рахатын қазір біз көріп отырмыз. Ол Алланың жолында шыбын жанын пида етті. Жаста болса бас болатын даны еді. Жомарттықта әкесінен асып түсті. Ибраим оны құрбанға шаларда: әй ұлым, көрдің бе? Менен өткен жомарт жоқ. Жалғыз ұлымды Алла үшін құрбан қылдым дегенде ұлы: әке, сен жалғыз ұлыңды құрбан етсең, мен жалғыз жанымды құрбан етіп жатырмын. Қайсымыз жомарт екенбіз, деп Ыбырайымды сөзден тосқан. Ыбырайымның екінші ұлы Ысқақтың дәрежесі қандай? Ысқақ пайғамбарлар көшін бастаған. Анасы Сара 90-ға келсе де, пұшпағы қанамаған бақытсыз әйел еді. Ысқақ анасының үміті үзілуге шақ қалғанда көзінің қуанышы болған бақытты жан еді. Алланың дидарына ғашық болу содан басталған. Жаратқанның жамалын қайтсем де көремін деп ұйқысын бауыздаған. Кеш жатса да сахар уақытын қаза кетірмей, бұлбұлдарға қосылып құйқылжыған әуенмен Аллаға зікір айтқан. Оны Бәну Исраилдың ұлық атасы дейді. Раббымыз өзінің сұлулық тамшысынан Жүсіптей асыл ерге айрықша ажар берген. 40 000 жыл иеленіп пейіште мүсінделсе де, адам атаның өзіне ондай сыр мен сымбат дарымаған. Оның дәрежесін қалай баяндайсың? Жүсіп Құдайдың ерекше жаратқан қайырымды құлы. Құдықта 40 жыл жатса да, қабағын шытпаған асыл ер. Туған ағалары қастық қылса да, жүрегіне кек сақтамаған нағыз жомарт. Бауырымен 3 күн араздасқан адамға иман нұры дарымайды. Қастандық қылған 9 ағасын кешіріп, панасын алған. Адал жарға сенімді күйеу болған жігіттің нағыз сұлтан еді. Зинадан қашып, өзін өзі зынданға тастаған.
Құдайға осы қылығы жаққандықтан, Раббысы оған түстің мұғжизасын берген. Түс жоритын сол кереметі бүкіл жұртына қайырлы болды. 8 жылға созылған алапат аштықтың алдын алды. Перғауынның тағына отырып әділдікпен ел басқарды. Зылиханың махаббатын Алланың ғашықтығына ұластырған ұлық пайғамбарлардың бірі еді. Су иесі Сүлеймен адаммен аңды былай қойғанда бұлтпен желді бағындырып ерттеп мінген. Оның дәрежесі қандай? Сүлеймендей Құдайға сүйікті болған пайғамбар аз. Алланың оны жақсы көргені сондай, мақұлық атаулымен тілдестіріп, даналығын шексіз шыңдатты. Сүлеймен содан сөзге ұста, ойға ұшқыр болды. Жын-періні тізе бүктіріп, әлақсаны салдыртты. Өзі өлсе де таяғына сүйеніп 40 жыл тұрды. Оның сұсты келбетінен қорыққан жын-пері өлі тірісін біле алмады. Құрт келіп аса таяғын кеміріп құлатпағанда, жындар әліге дейін әлақсаны салып жүре беретін еді. Жердегі жануарды менсінбегесін Алла оған пейіштен тұлпар түсірді. Әлемнің билігін бір жүзікке сыйғызған Сүлеймендей дана бар мекен. Мосул шаһарына келген пайғамбар Жүністің қандай ерлігі әнбиялар ішінде асқақ. Ол сияқты ауыр сынаққа төзген ешкім жоқ. 40 күн қылуетте жалғыз жатып тағат қылған талай тақуалар өткен. Бірақ ол сияқты 40 күнді тар қапаста өткізген ешкім жоқ. Кемедегі жұрт қол-аяғын байлап теңізге лақтырғанда балыққа барып жұтылды. Жайынның қарнында 40 күн қамалса да, зікірін тілден тастамады. Абыройының асқақ болғаны соншама, күллі балық жабылып жалаңаш денесін жасырған. Соның себебінен Залуқа атты балықтың ұрпағына береке дарыды. Теңізде жүзген жалғыз пайғамбар сол еді. Ұстаның пір атанған Дәуіттің дәрежесі қаншалықты ұлық еді. Ер Дәуіттей жүрек жұтқан батыр пайғамбар аз. Ол 13 жасында жалұттай жауыздан қасиетті Қағбаны азат қылды. Ақырғанда дауысы 60 шақырым жердегі жаудың жүрегін ұшырды. 30 ұлының орнына Раббысы оған Сүлеймендей бекзаданы нәсіп етті. Нанын адалдан жеймін деп Алладан кәсіп сұраған. Патшалық тағын тастап адал еңбекпен күн кешті. Темірді балшықтай иледі. Ел жұртын жыланның шабуылынан құтқарды. Алғаш болып сауыт сайман соқты. Ұсталардың пірі болды. Оған Забурдың жырларын түсірді. Ән салғанда әсем даусын ұшқан құспен жүгірген аң тоқтап тұрып тыңдаушы еді. Алланың кәлимолласы Мұса пайғамбар жайлы не айтасыз? Өкініп тәубе етуде Мұсадай ықыласты пайғамбар болмаған. Алла оны Перғауындай жауыздың сақалының астында сақтады. Перғауынмен айқасқанда қолына аса таяқ ұстатты. Күшін жаудан басым етті. Теңізді жарып Перғауынды суға тұншықтырды. Халқын құлдықтан елдікке бастады. Тұр тауында Алламен жақын келіп тысырласты. Жұртына Тәуратты келді. Көктен тағам түсірді. 40 күн тұрып тағат қылып, Алланың разылығын алды. Шешендікте одан өткен пайғамбар жоқ. Жақия пайғамбардың қандай ерекшелігі бар? Ол да ұлық пайғамбар. Ол сияқты жүрегіне сақ болған ешкім жоқ. Қылдай қиянаттан қашық жүрді. Жолда жатқан құрт құмырсқаға зияным тимесін деп, әр қадамын аңдап басты. Құдай үшін көз жасын тауысып жылаған ол сияқты адам жоқ. Көзінің жасынан шөліркеген шыбын сусындаған. Періштелер әр тамшысын пейіштің жібегіне орап, құрметпен ұстаған. Я Мұхамбет, сөзіңнің жаны бар. Мүдірмей әр пайғамбардың қасиетін айтып бердің. Енді Ғайса жайлы не айтасың? Адамды сүюде Ғайсадан асқан ешкім жоқ. Бір бетін ұрса, екінші бетін тосатын шынайы махаббаттың иесі. Биби Мариям анамыздың пәктігінен жаралған пәк пайғамбар. Өлікті тірілткен, соқырды жазған, 1001 дерттің шипасын білген. Теңізден жаяу өткен, бауырмалдықта, кеңпейілдікте одан өткен адам жоқ деді. Жиналғандар, Ғайсаның да ерекшелігін жеткіздің. Енді өзіңнің дәреже деңгейін қандай? Деді. Ей бауырлар, мен бұл ұлық пайғамбарлардың жанында кішікпін. Егер олар тірі болса, мен олардың атын ерттеп, асын әзірлеп қызметін қылар едім. Себебі олар қандай да құрметке лайық. Бұл дүниенің қызығы кісілікте емес кішілікте деді. Сол кезде пайғамбарды сынап, әрбір сөзін аңдып отырған жұрттың бәрі осындай ұлық дәрежелі пайғамбардың топырақ сипат сынықтығына қайран қалысты. Осыдан бастап ел оны Қалиул Мәнни, яғни өзін мейлінше кішік қылып көрсететін сипатымен танитын болыпты. Ыбырайымның дүниеден өтуі. Мұхамбет пайғамбардың Мәриям есімді әйелінен туған ұлы Ыбырайым әкесінің көз қуанышы болып өсіп келе жатады. Әкесі оған әрдайым мейірленіп, қарашығым, құлыным деп еркелетіп, көшеде ертіп жүретін. Жастай шетінеген Әбділда Қасым мен Тахирдің қайғысын Ыбырайым жойғандай болды. 7 жасқа толғанда Құранға сауатын аш деп Оспанның қолына береді. Ыбырайым топтағы балалардың алды болды. Оның бала тілін қызықтап, пайғамбар көңілденіп қалатын.
Алайда Алланың қалауы басқа еді. Ол Хабибіне бұған дейін бірде-бір пайғамбарға нәсіп болмаған ең көп, ең берекелі үмбетті нәсіп етпек. Мұндай үмбеттің иесіне еркек кіндігінен ұрпақ тарату жазылмаған. Себебі ұрпақ қалдыру кез келген адамның бақыты еді. Ал үмбет қалдыру ғалам бойынша бір ғана адамға тиесілі нығмет. Бір күні Әзірейіл періште пайғамбардың үйіне келді. Пайғамбар оның суыт келісінен секем алып сескеніп қалады. Себебі Әзірейіл бостан-бос келмейтін. Әзірейіл төрлет, шаруаңды айт, деді бір қайғының ізін сезіп. Сол кезде Әзірейіл: саған Алланың сәлемі бар. Екі қылыш бір қынға сыймайды. Пайғамбарлар дүние мүлік жимайды. Ұлық Алла ұрпақ емес үмбет қалдыруға дайындалсын деді. Сол іспен келдім деді. Мұны естігенде пайғамбардың екі көзінен екі тамшы жас үзіліп түсті. Орамалмен бетін басып, егіліп жылады. Я Әзірейіл, Алланың әмірі екі болмайды, жаным сауға. Тек мені қияметте үмбетіме шапағат етуден айырмасын. Үмбетім үшін барлық қазынам, бүкіл байлығым садаға, деп үнсіз жылады. Жүмілә періште қосыла егілді. Пайғамбардың осындай ауыр сынаққа төзгіштігіне барлығы да қайран қалысты. Кешке Ыбырайым үйіне келді. Бірақ дастархан басы күндегідей жайма шуақ болмады. Зерек туған Ыбырайым бір нәрсе болғанын сезді. Көке, неге көңілсіз отырсыз, деді баласы. Балам, саған бір сұрақ қояйын. Ұлық Алла саған Мұхамбетке ұрпақ боласың ба, үмбет боласың ба? Біреуін ғана таңда десе, қайсысын таңдар едің, деді. Ұлы ойланбастан: әрине үмбеттікті таңдар едім. Пайғамбарға ұл болу оңай, үмбет болу қиын, деді. Ұлым, сен дұрыс таңдау жасадың, деді. Зерек бала әкесінің нені меңзегенін бірден ұқты. Көп ұзамай Ыбырайым ауырып, ақыры шетінеді. Пайғамбар ұлының көз жанары сөнгенше қасында басын сүйеп отырды. Сен менің нағыз үмбетімсің, деп қинала күбірледі. Бала үзілген соң пайғамбар да қайғырып бірнеше күн жатып қалды. Бүкіл Мәдина жұрты қара жамылды. Көңіл айтып келушілердің алдыңғы легі келіп бастады. Сол кезде пайғамбар: айналайын құлыным-ай, сен менің көзімнің нұры, көңілімнің қуанышың. Шекер тілім, сөйлер сөзімең. Жүзіме күлкі ұялатқан тәтті қылығымең. Енді міне, ботасы өлген бозмаядай толыбыңа келіп ыңырандым. Көз алдында құралайынан айырылған шарасыз киіктің кебін құштым. Жансыз денеңді иіскеп маңырадым. Жапырағын жел сыпырған, тамырымды аптап күн қуарған жапандағы жалғыз бәйтерекке айналдым. Қанатынан қайырылған сұңқар болдым. Қайратынан сарқылған тұлпар болдым. Қайғыңның мұнша ауыр боларын кім білген? Таңда мақшар күнінде бабалап алдымнан шығарсың. Сол кезде армансыз бір мауқымды басармын, деп тебіреніп отырды. Келушілер болса: тұяғы бүтін тұлпар жоқ, қанаты бүтін сұңқар жоқ. Болған іске болаттай берік болыңыз. Ыбырайымжанның ендігі мекені жұмақ болсын, мінгені пырақ болсын, маңайы маздаған шырақ болсын, ұзақ сапары ұлағатты болсын. Жақсы адамның өлген күні болмайды, туылған күні болады деген. Жаны пейіште шалқысын, деп көңіл айтты. Сол кезде пайғамбар көкірегі қарс айырылып: өлімнің үлкен кішісі болмайды деген осы екен ғой. Уа дариға-ай, деп күрсінді. Мұхамбет пайғамбардың ең сенімді 4 серігі баланы арулады. Ыбырайымның сүйегін Әбубәкір Сыдық ұстап, Омар жуды. Оспан құманмен су құйды. Әзіреті әлі үздіксіз иман айтып тұрды. Көктен қисапсыз періштелер түсіп, жас баланың жаназасын шығарды. Олар Ыбырайымды жібек тонмен орап, жұмақ қалып кетті. Осы қызмет үшін пайғамбар оларға риза болып: сендер менің үмбетімнің досы болыңдар, қияметте оларға шапағат етіп, сауаптарыңмен бөлсіңдер, деп батасын берді. Пайғамбардың жеңісі. Мұхамбет пайғамбар Мәдинаға орныққан соң Меккеге жеңіспен оралатын күнді күтті. Қастасқан дұшпандары оған ешқашан тыныштық бермеді. Ол 10 жыл ішінде бітіспес дұшпандарымен сауыт сайман асынып, 3 рет ірі майданда кездесуге мәжбүр болды. Олар тарихта Бадыр шайқасы, Ухуд шайқасы, Ор шайқасы деген атпен сақталып қалды. Осы айқастардың бәрінде ұлық Алла Хабибісін жәрдемсіз қалдырмады. Барлық майданда мұсылмандар жауларына үстем болды. Залымдар соңғы рет 10 000 қол жинап, Мәдинаны келіп қоршайды. Пайғамбар қалың ор қазып олардан қорғанады. Жаудың қарасы бұлардан 3 есе басым еді. Бірақ Құдай құдіретін сол жолы тағы бір рет әшкере түрде көрсетті. Шаһарда көзді аштырмайтын құмды дауыл басталды. 3 күн бойы сұрапыл соққан жынды жел жаудың шатырын ұшырып, қазан ошақтарын төңкеріп тастады. Ұрысқа мінетін жылқылар жан-жаққа жұлқи қашып, әбден берекесі кетеді. Періштелер олардың көңіліне: Мұхамбет хақ пайғамбар, оған Құдай жақтасып жатыр,
өздерің құр босқа хәлек боласыңдар, тез үйлеріңе қайтыңдар деп үрей салып жатты. Жаудың жігері мұқалып, қайраты қайтып, өзара алауыз болған құрау тайпалық одақтар отандарына бытырай тарасып кетті. Осы шығынсыз жеңістен соң пайғамбар уақыты көпке созбады. Ол дереу қол жинап, qoты қашқан жаудың ізіне түсті. 10 мың әскермен Мекке түбіне келіп қосын тігіп жатты. Мекке жұрты осыдан 10 жыл бұрын елден көшкен 70 шақты мұсылманды танымай қалды. Ертесіне қаланы жер қайысқан қалың қол қоршап алды. Тауға шығып олардың әрекетін бақылаған меккеліктер үмбеттің тәртібін көріп қайран қалды. Намазда 10 мың адам жалғыз пайғамбарға айрандай үйіп тұра қалды. Бұлардағы сияқты баспасына би болып, лағып жүрген бір адам көрінбейді. Бірін көрді, бәрін көр, бәрін көрді, бірін көр. Пайғамбардың айтқаны сол заматта бұлжымай орындалады. 23 жыл бойына пайғамбардың тірсегін шайнап, қанын ішкен пасықтар біттік деп ойлады. Мұхамбетті қайтсем де өлтірем деп пайғамбарға семсер сілтегендер жандарынан түңілді. Мұхамбет бізді өлсе де кешірмейді деп, жылап еңіреп, қараңғы тамдарға барып тығылды. Бірақ оқиға мүлде басқаша өрбіді. Ол қағбаның қасына қызыл шатыр тікті де, пұшайман болған бұрынғы дұшпандарын қабылдай бастады. Хақ пайғамбар қанғаған деген ескі ережені сол күні келмеске жіберді. Ол қатесіне өкініп, кешірім сұраған адамды кешіру дегеннің қандай болатынын өзі үлгі болып көрсетті. Басқаларды айтпағанда барлық майданда қарулы қолды бастап келген Халид ибн Уалидтің өзі рақымшылыққа ілінді. Дәл осы айлагер қолбасшының кесірінен пайғамбардың ең сенімді серіктері майданда қаза тапқан еді. Халид ішінен басқаны кешсе де мені кешірмейтін шығар деп үміті үзіліп тұрған. Алайда пайғамбар оған да кешірім берген кезде Халидтің тас болып қатып қалған жүрегі қамырдай жұмсарып сала берді. Екі көзінен жас парылады. Ол өмірінде бірінші рет мейірім, кешірім деген ұғымдардың не екенін тұла бойымен, жан жүрегімен, жұлын жүйкесімен сезініп, есеңгіреп отырып қалды. Оған сол жерде мұсылман болғаннан басқа жол қалмады. Міндетті түрде өлімге кесіледі-ау деген қара тізімде Әбу Суфиянның әйелі Хинд те бар еді. Арнайы найзагер жалдап пайғамбардың батыр туған ағасы Хамзаны тапсырыспен өлтірткен осы Хинд. Онымен де қоймай, батырдың денесін паршалатып, қорлатқан да сол болатын. Меккеліктер ұзақ сонар сапқа тұрып, пайғамбарға кезегімен келіп, тәубе етіп, мұсылман болып жатқанда олардың арасынан қанішер әйелді жазбай таныды. Пайғамбар оны тоқтатып сұрақтар қойды. Хинд өткен ісіне өкініп кешірім сұрады. Шахадат айтып мұсылман болды. Сосын пайғамбарға қарап, Мұхамбет, енді мені қудалай алмайсың, мен енді мұсылман болдым деді. Пайғамбар жұмсақ дауыспен, әлбетте Хинд, мен сені кешірдім. Бүгіннен бастап бейбіт өмір сүруіңе тілектеспін, сен боссың деді. Хинд ұялғаннан кірерге тесік таппай жер шұқып қалды. Пайғамбармен соңына дейін тірескендердің бірі баяғы Әбу Жахилдің бел баласы Икрим болатын. Әбу Жахилдің өзі бір майданда жер жастанған. Икрим әкемнің кегін алам деп соңына дейін соғысып еді. Оның ағайын туысы Мұхамбетке жиналып келіп, баланың шыбын жанын қи деп кешірім сұрап жалынды. Пайғамбар, жарайды, оған қалаға кірсін деп айт, бірақ менің билігімді мойындайтын болсын деп шарт қойды. Икрим басы салбырап пайғамбардың алдына келді. Исламды мойындады. Пайғамбар оны бауырына басып, өте жылы сөйлесті. Сосын оның көзінше қасында тұрған серіктеріне, бұдан былай мына баланың әкесіне қатысты ескі әңгімені қозғамаңдар деп ескертті. Одан бөлек, мен кешірім берген адамдардың бірде-біреуіне ала көзбен қараушы болмаңдар деп әмір етті. Сосын жүздеген жылдар бойына Мекке жұртының алауыз болуына себеп болған қаптаған пұттардың көзін жойды. Қағбада Алланың қасиетті қаратасынан басқа ештеңе де қалмады. Мәдинада 10 жыл бойы пайғамбарға пана болып, исламның ең әлсіз кезінде тірек болған мәдиналықтар пайғамбар жеңіске жетті. Меккені қайтадан алды. Ол енді Мәдинаға қайтпай туған қаласында ағайын туысымен қалатын шығар деп уайымдап тұрған. Бірақ пайғамбар бұл жолы да әділдіктен таймады. Ол Меккенің ең бірінші сардары атанып, атқаны тиіп, айтқаны өтіп тұрса да, Мәдинаға қайтып келді. Меккеде туып, Мәдинада дүниеден озды. Ең кедей жігіт. Расулдың жүрегі мейірім шапағатқа толып тұрушы еді. Ол айыпты болған кісіні жазалауды емес, кешіруді қалап тұрады. Бір күні қаладағы тұрғындар болмашы қылмыс жасап, тұтылып қалған бір жас жігітті дедектетіп пайғамбарға алып келді. Елдің бәрі демін ішіне тартып, пайғамбар қандай жаза қолданар екен деп күтіп тұрды. Мүбәрак істің мән-жайына қаныққан соң, сен бала садақа тарат, күнәң сонымен жоқ болсын деді. Ол, уа Расулалла, менде біреуге беретін дым жоқ, мүлкім болса ұрлыққа барып нем бар деді.
Сол кезде пайғамбар: "Онда көршілерге бір тостақ құрма тарат" деді. "Менде ол да жоқ. Мен сіңірі шыққан кедеймін" деді жігіт. Сол кезде мешітке бір араб кіріп келді де пайғамбарға: "Я Алланың елшісі, сізге биылғы құрмадан ауыз тисін деп бір себет құрмалай келдім" деді. Пайғамбар жігітке қарап күлді де: "Әне, Құдай тілеуіңді берді. Мынаны саған сыйға тартам. Алып бар да кедей кепшіктерге садақа етіп таратып жібер" деді де құрма толы себетті оған қарай ысырды. Сол кезде жігіт: "Я Расулалла, мен осы Мәдинада өзімнен өткен кедейді әлі кездестірмеппін" деді. "Жарайды жігітім, мұсылман айтса сен деген. Мен саған сендім. Ендеше сен былай ет. Мына құрманың бәрін бір өзің тойғанша же. Сол садақа болсын" деді. Жігіттің қуаныштан жүрегі жарылуға шақ қалды. Ол тура сол жерде тәтті құрманы жарылғанша жеді. Пайғамбардың осы жақсылығын өлгенше ұмытпады. Ұрлығын қойды. Кәсіп меңгеріп, мал тапты. Елге зекет, садақа беруді үйренді. Әбубәкірдің пайғамбарды сатып алуы. Бір күні пайғамбар жұма намазына бара жатқан еді. Көшеде мұңайып отырған бүлдіршінді көрді. "Әй балақай, сені кім ренжітті?" деп сұрады. Балалардың бәрі тай құлындарына, тайлақтарына мініп, шауып ойнап жүр, ал менде мінетін тайқар да жоқ. Соны ойлап қамығып тұрмын" деді. Сол кезде пайғамбар: "Ендеше менің арқама мін, мен саған ат болайын" деді. Бүлдіршін қуанып кетті. Пайғамбардың арқасына мініп алып, шу деп ойнап жөнелді. Пайғамбар жұма намазға кешіккен сайын сахабалары алаңдай бастады. Әбубәкір мазасызданып оны іздеп шығады. Жолда кішкене баланы арқасына мінгізіп ойнатып жүрген пайғамбарды көреді. Жүгіріп келіп: "Уа Расул, сізді жамағат күтіп қалды. Бірге барсақ деп едім" деді, жұқалатып. Сол кезде пайғамбар: "Әй Сыдық, мен енді мына балақайдың атымын. Менің қожайыным осы. Ол рұқсат етсе ғана бара аламын" деді. Әбубәкір тұспал сөзді бірден түсінді. Балаға қарап: "Әй балақай, мына атыңды маған сатасың ба?" деді. Сол кезде бала: "Сатамын" деді. "Ақысына не қалайсың?" "2 дорба құрма бер" деді бала. Әбубәкір жүгіріп барып базардан 2 дорба құрма сатып әкеліп берді де пайғамбарды сатып алды. Бұлай шыққан соң пайғамбар: "Әй Сыдық, егер сен жаңа сатып алмағанда, мен баланың басыбайлы мүлкі болып қалатын едім" деді. Сол кезде Әбубәкір: "Я Расул, бала қанша сұраса да мен сені сатып алатын едім" деді. Екеуі жұма намазына қатысып сыртқа шыққанда болған оқиғаны серіктеріне айтып берді. Серіктерінің ішінде Сәдуақас деген жомарт бар еді. Жұрт оны Сәдуақас Сақи деп атайтын. Ол сол бойда үйіне барды да үйіндегі жалғыз атын балаға сыйлады. Оны естіп Әли Сәдуақас жаяу қалмасын деп, оған өзінің дүлдүлін берген екен. Пайғамбардың киікті құтқаруы. Пайғамбар заманында бір аңшы тұзақ құрып, аң аулап кәсіп етеді екен. Бір күні оның қақпанына бір киік түседі. Оның егіз құралайы бар екен. Аңшы қуанып кетіп, олжасын дереу бауыздамақшы болады. Сол кезде киікке адамша тіл бітіп: "Әй адамзат, мені бауыздамай тұра тұр. Артымда егіз құралайым қалды. Оларға қорек іздеп жүріп сенің тұзағыңа түстім. Мен өлсем олар аш қалмақ. Барып емізіп келейін. Содан кейін не істесең де өзің біл" деді. Аңшыға киіктің көз жасы еш әсер етпеді. Ол: "Тапқан екенсің ақмақты. Сені босатқан сәтте зып беріп қашып кетпексің ғой. Жоқ, болмайды" деп пышағын қынынан суыра берді. Киік көзінің жасын төгіп: "Ендеше бірге еріп жүр, өзің куә боласың" деді. Аңшы: "Жоқ, бұл да алдаудың бір түрі. Сәті түскенде құйрығыңды да ұстатпай тайып тұрмақсың ғой. Онан да тезірек сойып тастағаным абзал" деді. Қанжар киіктің алқымына барды. Киік көз жасын көл қылып: "Құралайларым мені келет деп көз жанарым мөлейіп жатыр. Мен өлсем олар да зарығып өлмек. Ең болмағанда оларға хабар берейін. Өз күндерін өздері көрсін. Мені іздемесін" деді. Аңшы киіктің өтінішін тағы да елеген жоқ. Киік өлімге амалсыз мойын сұнды. Аңшы пышағын алқымына қатты тақап, енді тартып жібермек болғанда: "Әй, тоқта" деген дыбыс шықты. Аңшы артына бұрылып қараса, Мұхаммед пайғамбар екен. Бұл кезде Расул Хира тауында құлшылық етіп үйіне қайтып бара жатқан еді. Ол киіктің жапан далада зар жылаған даусын естіп, шапшаң жеткен беті болатын. Аңшы: "Саған не керек?" деді. Пайғамбар жұмсақ сөйлеп: "Киік төлін емізіп келсін. Оған дейін мен кепіл бола тұрайын. Қашып кетсе, құнын менен өндірерсің. Қаласаң, түйе болмаса бие берейін. Жанымды алсаң да ықтиярмын. Тек бір сәтке тез барып келсін" деп киіктің арқасынан сипады. Аңшы Мұхаммедті сырттай сиқыршы деп ойлайтын. Оған іштей жаулық ұстап жүрген еді. Ол Мұхаммедтің олжаға түскеніне қуанды. "Жақсы, жіберейін, тек бір шартым бар. Күн батамын дегенше киік қайтып келсін. Болмаса сені басыбайлы құлым етемін. Жаның менікі" деді. Пайғамбар келісті. Киікті босатып құралайларына жіберді. Киік лезде көзден ғайып болды. Келді де 2 құралайын
емізе бастағаны солақ екен. Олар: «Анашым, үстіңнен бір жәннаттың жұпар иісі аңқып тұр. Біз білсек, бұл ақырдың пайғамбары Мұхаммедтің иісі. Оны қайдан көрдің?» деді. Анасы бәрін айтып берді. Олар: «Әй анашым, Алланың сүйікті пайғамбары Мұхаммедті қалайша кәуірдің қолына қидың? Оның жолында құрбан болғаның абзал еді ғой. Ол кепілде тұрғанда біз қалайша тойып емеміз? Тезірек барып оны босатайық. Пайғамбар құрбан болғанша біз өзіміз жан тәсілім етейік» деді. Сөйтіп үшеуі желіп отырып қас қарая аңшыға жетті. Киіктің құралайлары: «Әй адамзат, анамызбен бірге біз де келдік. Бізді де бірге олжайық. Анамыз өлсе біздің қылтанақ теріп жер қауқарымыз жоқ. Аштан өлгенше саған ауқат болайық, бірақ пайғамбарды жылдан босат» деді. Аңшы киіктің еліктерін көріп жүрегінде мейірімнің дәні бүршік жарды. Өзінің қатыгездігіне ұялып: «Я Мұхаммед, сені жұрт мейірімді әлемнің шапағатшысы деуші еді. Расымен де киік үшін өз жаныңды қимақ болдың. Қамқор мінезіңе тәнтімін. Сені қиын халге салғаным үшін кешірім сұраймын. Мына киікпен оның қос құралайына азаттық бердім. Бұдан былай сенімен дос болғым келеді» деді. Пайғамбардың ібіліспен әңгімесі. Бір күні Мұхаммед пайғамбар достарымен сұхбаттасып отырғанда тыстан: «Я Алланың елшісі, маған ішке кіруге рұқсат ет» деген бір жағымсыздау дауыс естілді. Пайғамбар қасындағыларға қарап: «Кім келіп тұрғанын білесіңдер ме?» деді. «Жоқ» деді сахабалары. «Бұл малғұн ібіліс, маған сырларын ашуға келді» деді. Мұны естігенде Әзіреті Омар: «Я Расулалла, рұқсат етіңіз, оны шауып өлтірейін» деп қылышына жармасты. «Әй Омар, тоқта. Ұлық Алла оған қияметке дейін ғұмыр берген. Алланың жазмышын өзгерту пендесіне қол емес. Шын мұсылман өмір сынағында сайтанды күресіп жеңуі тиіс. Сөз жоқ, сайтан бізге дұшпан. Біз оны дұшпандыққа ұстаймыз. Бірақ ол болмаса, шын момынның мықтылығы дүниеде анықталмайды» деді. Сосын есік жаққа бұрылып: «Кір» деді өктем дауыспен. Рұқсат алған соң ібіліс ішке кірді. Түрі мыжырайған шалға ұқсаған, көздері алақ-жұлақ еткен, басы пілдің басы сияқты, шашы жалбыраған сирек-сирек, еріндері салбыраған, теке сақал сипатындағы шайтан босағадан аттады. Пайғамбар: «Неге келдің, шаруаңды айт» деді. Сол кезде ібіліс: «Мен Алланың есімі ұлықталатын жерге келе алмаймын. Оның әрбір есім айтылғанда басыма шоқпар тигенде есеңгіреймін. Ал кәлиманы үздіксіз қайталағанда тұла бойыма найза шаншылғандай жаным көзіме көрінеді. Осы отырған халімде сендердің Аллаға деген ықыластарың менің жүрегімді сығып тұр. Зорға тыныс аламын. Алланың қалауымен ғана амалсыз осы жерге келдім. Бүгін менде ерік жоқ. Қандай сұрағың болса да өз сырларымды өзім ашуға мәжбүрмін» деді. Пайғамбар Алланың бұл нығметіне іштей шүкіршілік етті де сұрағын бастап кетті. «Я малғұн, бұл дүниеде кімді жек көресің?» деді. «Я Мұхаммед, сенен артық жек көретін адамым жоқ. Мен саған дейінде мұншалықты сорлы кейіпке түсіп көрмеппін. Құран түскелі итқорлықты бастан кештім. Кәлима келгелі соққы мен тепкіден көз ашпадым. Адам ұрпағына арнап қазған терең орыларым бір жылда көмілді де қалды. Құрандағы дұғалар ең мықты сиқырымды сындырды» деп жалын-ата күрсінді. «Тағы кімді жек көресің? Әділдікпен ел билеген патшаларды, іліміне амал қылған ғұламаларды, Алла жолына мал жұмсаған жомарттарды, сахар тұрып хаққа жылаған тақуаларды жек көремін. Кіммен өш боласың? Несібесін адалдан табатын, үнемі Құдайға шүкіршілік ететін адамға өш боламын. Аңдыған дұшпаның кім? Арамды ауызға салмайтын жүрегі таза момындар, Тәңір үшін тауазы болып, мінезін кібірліктен тазартқан жандар, хақтың жолында дос болғандар, ел жұртына өнеге, насихат айтқан қариялар, ықылас пен ізгілікті мұрат еткен ақ жүректер. Шынайы құлшылық сені қандай күйге түсіреді? Безгек дертіне ұшырап тұла бойым тітіркенеді. Момынның көзінен жас аққанда мен бейне мұхит суына тұншыққандай күй кешемін. Аптап ыстықта ораза ұстап ауыз бекітсеше, қол аяғым байланып ауыз ашқанша тар қапасқа қамалам. Құран оқығанда қандай жағдайда боласың? Тұз суда қалай ерісе, қорғасын отта қалай балқыса, мен де сондай күйге түсемін. Таза пейілмен садақа берсеше, риясыз садақа мені қылышпен екіге бөліп тастайды. Неге олай? Себебі садақа берген адамның мал мүлкіне береке дариды. Алла тағала оның риясыз садақасын жаһаннамға өткізбейтін биік дуал етіп тұрғызады. Ол пенде қаптаған бәле жаладан аулақ болады, мизанда таразысы ауыр басады. Уа малғұн, сүйікті достарың кім? Өсімқорлар, жанашыр жақының кім? Зинақор мен өтірікші, сенің құлдарың кім? Айықпайтын маскүнемдер, құрметті қонағың кім? Ұры-қары, сырласың кім? Сиқыршылар, кімдер саған шабыт сыйлайды?
талақ айтып ақ некесін бұзатындар, сүйіктің кім, құлқынның құлы болып тағаттан мақұрым қалғандар, қазынашың кім, зекетсіздер, кімдер саған бақыт сыйлайды, ақылы маталған надандар, тәніңді кім паршалайды, тәуба қылып тура жолға бет бұрғандар, бауырыңды не өртейді, тәңір үшін кешірімшіл адамдар, жүзің неден қараяды, жасырын берілген садақадан, не нәрсе сені буындырады, саған салауат жолдаса буына бастаймын. Жолыңды кімдер байлайды, жомарттар, құрған тұзағың неден құриды, ғалымдардың сұхбатынан. Әбубәкір Сыдық туралы не айтасың? Ол надандық дәуірінде маған мойынсұнбаған еді, исламға кіргеннен кейін иманның шырағына айналды. Омар туралы ше, оны көрген жерде жан ұшырып қашамын. Ал Оспан ше, одан қатты ұяламын. Әли жайлы не дейсің? Күні түні Әли мен Әлиден аулақ жүрсем екен деп тілеймін. Сенің де Раббыңнан сұрап алған нығметтерің бар ма? Мен Алланың дәргейінен қуылар кезде 10 түрлі нығметті сұрадым. Біріншісі, адам баласының арамнан жиған малына ортақпын. Екінші, бісмілләсіз ішкен асқа араласам. Кімдегім арам іске ниет қылса, оның атын қамшылаймын. Адамға көрінбеймін, қияметке дейін өлмеймін. Жүректен жай сұрадым. Адамның қанында ағып жүремін. Ғұсылсыздың көмейіне ұя салам. Қалауымша көбей аламын. Дүниеге үстемдікті мен жүргіземін. Алла сұрағанымды түгел берді деді. Сол кезде пайғамбар: ей ібліс, біраз сырың ашылды. Осы сұхбат талай тақуаның сабақ алуына себеп. Олар сені діңкелетуді шебер меңгереді, бақытты ғұмыр кешеді деді. Шайтан миығынан күліп: я Мұхаммед, мен де қарап қалмаспын. Қияметке дейін адам ұрпағын азғырамын деген сертім бар. Үмбетің тұрмақ арғатаң адам пайғамбарды пейіштен шығарғанмын. Сенің үмбетің түспей қоймайтын бір қақпан бар. Мен оларды Алланың разылығына емес, адамдардың мақтауына үйір қылам. Кез келген амалына рияны араластырамын. Рия олардың амалдарын іріген сүттей ыдыратады. Бұл риядан құтылса, Алланың ықыласты құлдары ғана құтылады деді. Ықыласты құлдар кімдер? Кез келген құлшылығын оңашада өтейтін момындар. Ондайлардың оң қолы зекет бергенде, сол қолы зекеттен бейхабар болады. Олар Құдайдың дидарына ғашық болады. Сахар тұрып зарлағанда көзінің жасы бетін жуады. Күн сайын алатаңды иллалламен қарсы алады. Олар мақтау сөз естісе, денесін балталап жатқандай азап күй кешеді деді. Пайғамбар малғұнның сырларына біраз қанық болған соң, одан тезірек құтылмаққа асықты. Менің сұрағым бітті, енді жолыңнан қалма, кете бер деді. Сайтан зып беріп жөнелді. Ол көзден ғайып болған соң, пайғамбар қасындағы серіктеріне бұрылып: ана малғұнның не деп кеткенін естідіңдер ғой. Ешқашан шынайы құлшылыққа жетпей, азғырудан аман қаламын деп күтпеңдер. Кез келген салих амалыңа рия араласса, бәрі бекер болады. Дүниенің мысалына қараңдар. Дихандар ала жаздай белін жазбай еңбек етеді. Күзде қырман астық жинайды. Қамбаға сақтайтын күні бір шырпыдан от шығып, қырман өртенетін болса, бір жылғы еңбек зая кетеді. Адам ғұмыры да солай. 60 жыл құлшылық қылады. Өмірінің соңында көңілін мастық пен мақтан билейтін болса, бәрі күйді деген сөз. Рия мен мақтан бүкіл жақсылықтың соры. Сондықтан ықылас құлшылықтың ішіндегі құлшылық. Рухты шыңдағанда ықыласқа жетпей, пейішке де жол ашылмайды деді. Аршыдағы жасыл құс. Бірде пайғамбарымыз сахабалармен отырғанда Миғражда көрген жасыл құс туралы айтып қалады. Серіктерінің бірі: я Расулалла, сіз жасыл құс туралы жиі айтасыз. Бізге соның баянын толық айтсаңыз деп өтінді. Сол кезде пайғамбар: я, Миғражда жүргенімде көрген жасыл құс қой. Оның қос қанаты күмістей аппақ, қауырсындары бір-біріне ұқсамайтын дүр гауһар, маржан меруертпен нақышталып сәнделіпті. Бір ғана денесінде 10 000 басы бар екен. Әр басында 10 000 ауыз сөйлеп тұр. Әр аузында жылтылдап тұрған 10 000 қызыл тілін көрдім. Әр тілі бір-біріне ұқсамайтын 10 000 тілде. Шатаспай, әдемі өзбен зікір айтып тұрды. Ол зікір айтқан сайын аспанға қарыштап ұша берді. Бір кезде ғарышының астына барып қонды. Мен Жебірейілден: бұл мен бұрын соңды көрмеген қандай құс деп сұрадым. Сол кезде періште: бұл мұсылманның аузынан шыққан кәлима ғой. Кім шын ниетімен ышық мұхаббатпен кәлима айтса, кәлимасы жасыл құсқа айналып, Алланың дәргейіне келеді деді. Мен құстың әр қарайғы қимылын бақыладым. Құс аршыға келген соң, Алладан иесінің күнәларын кешуді сұрап жалбарынды. Бір кезде Раузан періште келіп, жасыл құсқа: жәннатқа кір деп бұйырды. Ол: ұлық Алланы есіне алып, кәлима айтқан иемнің күнәсі кешірілмейінше
мен де пейішке кірмеймін деді. Сол кезде Раузан, егер сен иеңнің таңдайынан кәміл күйде шыққан болсаң, ұлық Алла оның күнәсін кешеді, жәннатына кіргізеді. Ал сен жұмаққа қазір кір деді. Құс, қашан ием жәннатқа кіргенше, соған көзім жеткенінше, мен осы жерде оған кешірім тілеп тұра беремін деді. Сол кезде құстың 10 мың тілі 70 мың тілге айналып шыға келді, және зікір айтатын 70 мың мақам пайда болды. Раузан, ұлық Алла саған риза болды. Ақырдың сағаты соққанша иеңе кешірім тілеп, аршыда отыруыңа рұқсат етті деді. Құс көңілі жадырап, сұңқылдай жөнелді. Жебірейіл, әй Мұхамбет, үмбетіңе айт. Шын жүрегімен қанша рет кәлима айтса, ол сонша рет жасыл құсқа айналып, көкте иесіне шапағат тілейді. Қиямет қайымда сират көпірінен қанатымен алып өтеді. Таразы мизамға жеткенде сауабын кәлимамен толтырады. Иесі пейішке кіргеннен көзі жеткенше қасынан бір елі қалмай жүреді деді. Уағыз біткен соң серіктері көмейлерінен жасыл құс ұшырамыз деп анты-шынтысымен кәлима айтуға әдеттеніп кетті. Алтын табақ. Бірде Тәңірі Тағала Жебірейілді шақырып алды да оған, пейіштен бір алтын табақ аласың. Сосын жұмақтың балы мен халуасын табаққа толтырып сал. Оны Мұхамбет досымның дастарханына апарып қой. Содан кейін пайғамбар мен оның 4 шәдиярынан, дүниеде алтыннан артық балдан тәтті қылдан жіңішке не бар деп сұра. Кімнің жауабы шырынды болса, соған бал мен халуаны алтын табақпен қосып сыйға тарт. Мейірі қанғанша жесін деп тапсырма берді. Жебірейіл табақты асқа толтырып дереу жерге жетті. Сол түні пайғамбар үйінде 4 шәдиярмен сұхбат құрып отырған. Жебірейіл сәлемдесіп болып, Алла Тағала мына табақ толы бал мен халуаны сіздерге беріп жіберді. Бірақ одан дәм татпас бұрын, дүниеде алтыннан артық қылдан жіңішке, балдан тәтті не нәрсе деген 3 сұраққа жауап берулеріңіз керек деді. Ең алдымен сөз кезегін Әбубәкір алды. Ол мүдірместен, күн нұры тары, ілім нұры тау деп білуші едік. Сондықтан рухани ілімді алтыннан қымбат деп білем. Ал зәмзәм суының дәмі балдан тәтті деп санаймын. Намазда тұрғанда дүние қамын ойлап қоймайын деп, көңілім қылдан да жіңішке болып тұрады деді. Жебірейіл, бәрекелді Әбубәкір, ендігі сөз Омарда деп, табақты Омарға қарай жылжытты. Омар болса, алтыннан қымбат иман бар, ал пайғамбармен ішкен қаттықсыз қара көжем балдан тәтті. Адал мен арамды айырған кезде жүрегімді жалғыз қылдан нәзік етіп ұстаймын, деді. Жебірейіл оның жауабына риза болды. Оспан, сен не дейсің деді. Ол да іркілместен, Құранның аяттары алтыннан артық, пайғамбардың лебізі балдан тәтті. Қияметті ойлағанда көңілім қылдан да бетер жіңішке болып тұрады деді. Жарайсың Оспан, жарадың. Жауабың көңілге майдай жақты деді Жебірейіл. Әзіреті Әлиге бұрылып, ал Әли, сенің де пікіріңді естейік деді. Сонда Әли, жылы сөзбен көркем ой алтыннан да көркем. Асан мен Үсенді алдыма алып отырып, ішкен көжем балдан да тәтті. Өлімді ойлағанда ділімді жіптен де бетер жіңішкетіп ұстаймын деді. Жебірейіл оның да жауабынан жадырап сала берді. Енді Алланың хабибісі не дер екен? Деп періште пайғамбарға қарады. Сол кезде пайғамбар, дүниені толтырған барша алтыннан Алланың дидары қымбат. 4 досыммен бірге жеген қарананым мен үшін балдан тәтті. Үмбетіме Алладан рахым тілегенде көңілім қылдан да жіңішке деді. Бәтима қонақтарға шай құйып отырған. Жебірейіл оған бұрылып, енді пайғамбардың перзенті сөйлесін деп, алтын табақты оның алдына қарай ысырды. Сонда Бәтима, әкемнің насихаты маған алтыннан артық. Ерім ішкен көженің сарқыты мен үшін балдан тәтті. Ерім риза болды ма деп ойлағанда, көңілім қылдан да жіңішке деді. Сонда Жебірейіл періште, бәрекелді, бәріңізде ақиқатты ғана айттыңыздар. Даналықтарыңа дән ризамын. Мына алтын табақтағы бал мен халуадан барлығыңызда дәм татыңыздар. Кім-дегім дәл сіздер сияқты терең ойлап, риясыз амал қылса, ұлық Алла оны дәл осылай сыйласын, деді. Жүректердің шипасы. Уақыт озған сайын пайғамбардың жүректердің шипасы деген сипаты анық байқала берді. Қатыгез қоғамда көңілдері қайғы мен мұңға толған талай міскіннің жанын жегідей жеген сан түрлі рухани сырқатына шипа таппай, мүбәракты алыстан іздеп келетін. Олар онымен бір рет көріскен соң-ақ жандары жадырап шыға келетін. Пайғамбардың сұхбатынан шыққан соң өздерін әлемдегі ең бақытты адам сезінетін. Бір күні кеудесін қуаныш кернеген бір момын Расулға келіп, «Я Алланың елшісі, сізді бірнеше күн көрмесек, бізді қайғы басады.
ертеңгі күнімізді ойласақ, көңілді үрей билейді. Шын шаттанып, сіз сияқты тебіреніп өмір сүре алмаймыз. Жүрекке сіз салған сағынышта тезінеп, әлсіреп, құлшылық та құлқысыз күйге түседі. Сізге келсек, бәрі де қайтадан бәз баяғы қалпына түседі. Жаныңызда отырсақ, бейне бір бұлттың үстінде қалқып жүргендей бақытты күй кешеміз. Бұл дүниеде көңілді мұңға алдырмай, сіз сияқты шат болып ғұмыр кешетін рухани күш-қуат таба аламыз ба? Деп сұрады. Сол кезде пайғамбар: әрине, ұлық Алланың мені бұл дүниеге рахмет етіп жіберген бір себебі де сол. Мейірімді жаратушы иеміз маған жүректегі рухани мерезді жойып, көңілге шаттықтың шуағын себуді өзі үйреткен. Құран кәрімде де ғапылдың жүрегінде дерт бар деген. Егер ол енжарлық пен ғапылдықтан арылмаса, жүректегі сырқаты асқынған үстіне асқына береді. Жүректің ішін кеулеп кеткен арсыз сезімдер семіре түседі. Сондықтан ұлық Алла Құранда ақылды құлдарыма жүректі емдейтін шипа бар деп ескертті. Я Расулалла, ол шипа туралы бізге баяндасаңыз, оны кеудеге тоқып амал еткіміз келеді. Бұл дүниенің қызығына жүрегі байланбайтын пенде ілуде біреу болады. Ондайлар жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар шығады. Пенде пақыр бұл пәнеге келген соң дүниенің бір ләззаты рахатына міндетті түрде шармалады. Біреуге сұлу әйел арман болады, енді біреу зәулім сарайда тұрғысы келеді. Тағы бірі маңғырған мал айдап, соған масайрайды. Кейбіреулер мақтанға мас болып, өлгенше қолпашты қалап тұрады. Ғапыл адам баяны жоқ құмар қызықтарға балға батқан шыбындай бата береді. Осынша қаптаған халықтың арасынан бір өжет кісі шығып, хақтың жолына тәуекел етсе, ол адамға ең бірінші көңілін қызық пен құмардан қору ләзім болмақ. Біліңдер, адамның ет жүрегі қаптаған бөлмелерге бөлінген. Оның әрбір ұясында баяны жоқ құмарлықтың бір ләззаты бұғып жатыр. Біреуіне тереңдеп түсіп кетсең, босануың күш болады. Ұйқы сорғандай тартып әкетеді. Тіпті оның қызығы бүкіл өміріңді ұрлап, қор етуі мүмкін. Бір қызығы екінші арманды оятып, жетектеп кете береді. Дүниеге деген құштарлық, іштарлық туғызбай қоймайды. Сол құжынаған көп бөлменің арасында хикмет ілімі де жасырылған. Хикмет ілімі адамды Алланың жамалына ынтық қылады. Қайсар жанның иесі пақырлықтан қорықпай, мейірім махаббат бөлмесінің құлпын ашамын деп талап қылса, ұлық Алла оның басқа армандарын жүзеге өз асырады. Ынталы жүрек шын көңілдің ішкі сарайына жомарт Алла даналықтың дарағын егеді. Ілімнің дарағы жүректе бір жарып шешек атады. Жүректегі хикмет бұлақ ашылады. Хикмет бұлағы ашылған адамның халі қандай болмақ? Ол кезде хақтың кәләмі мұсылманның тіліне қасиет болып дариды. Аузы дуалы мұсылманның жай сөзінің өзі ғарып жанның сырқатына шипа болады. Тілі шын сөзге шешен келеді. Ойдың тереңінен толғағанда шынның жүзін тұмшалаған шымылдықтар түрледі. Іштегі кірлер қашады, санаңа сәуле құйылады. Адамда дастырған қате пікірлер көңілден көшеді. Уайым мен қайғы бір сәтте ғайып болады. Дүние кірінен тазарған шіркін көңіл шабыттанып шыға келеді. Қырымға қыранша қарап, шиыршық атып толғанады, деді пайғамбар. Сосын айналасындағы тыңдаушыларға бір назар салып өтіп, әңгімесін әрі жалғады. Адамның жүрек көзі ашылған соң қоғамдағы рухани дерттің ең түпкі себебінде солар ғана қатесіз көреді. Жан жүректі сыздауықтай солқылдатып тұрған қайғы мен шердің қайнар бұлағын қапсыз дәл табады. Аурудың төркінін таныған соң оның дауасын да біледі. Қоғамның сауығып, адамның қатарға қосылуы солардың ерен еңбегімен іске асады. Ұлық Алла ондай құлдарын ерекше жақсы көреді. Дәм тұзы таусылғанда Тәңірі Тағала олардың жандарын қинамай алады. Оларды тыныш мекенге алып кетеді, деді. Адамның асылы солар десек бола ма? Иә, адамның асылы шын сөйлейтін шешендер мен ақжүрек момындар. Я Расулалла, біз шын сөйлейтін шешендердің жүрек көзі ашылған адам екенін ұқтық. Ал ақжүрек дегенді қалай түсінеміз? Деп қолқалады. Жүрегін қызық пен рахаттан қоритын адамның көңілінде күнәнің ізі қалмайды. Себебі олар сахарда тұрып шынжылайды. Өкініштің көз жасы күнәсінің кірін шаяды. Көңілдері сергек болады. Оларға бұл дүниенің қайғысы емес, қияметтің қорқынышы үстем болады. Қиянатты ойласа, тұла бойы тітіркенеді. Біреумен бақталас болуды ойына алмайды. Өнері өзінен асқан адам көрсе, одан озуға тырыспайды. Керісінше, оның атын қамшылайды. Басқаның өсіп өніп,
тезірек гүлденуін жан жүрегімен Тәңірден тілеп тұрады. Олар жолдасының ту сыртынан пышақ ұрмайды, ту сыртынан қайырлы дұғалар қылады. Мынау менен озатын болды, енді менің беделім түседі, абыройым азаяды. Озбай тұрғанда тезірек тірсегін қияйын деп озбырлыққа салынып, қиянатқа бармайды. Ондай опасыз ойлар оны жетектей алмайды. Кеудесіне кек сақтамайды. Кімнен жәбір көрсе де кешірім жағын ұстануға бейім тұрады. Тағы бір белгісі, дөрекі сөйлемейді. Сөз саптағанда өте сыпайы болады. Бірақ әрбір сөзі қорғасындай салмақты болады. Ең артық қасиеті және айқын көрінетін сипаты нәпсілері қызғаныш дертінен ада болады. Я Расулалла, неге қызғанышқа айрықша мән бердіңіз? Себебі отынды қалай жалмаса, қызғаныш пен күншілдік адамшылықты тура солай жалмайды. Сондықтан күншілдік ең қауіпті дерт. Өткір ұстара шашты қалай тықырлап қырнаса, күншілдік те діннің қасиетін тура солай қырқып жоқ қылады. Мұның бәрі жүректе бола ма? Иә, жүректе болады. Денелеріңде жұдырықтай ғана ет бар. Ол осы жүрек. Ет жүрек аурудан аман болса, бүкіл дене сырқаттан сау болады. Егер жүректі кесел жайласа, тұтас тәннен тыныштық кетеді. Ең жаманы жүректегі ауру, яғни кесір мінез денеге шығатын жара сияқты жұқпалы келеді. Надан ортамен көп аралассаң, мәнсіз сөзге үйір болсаң, көп күлсең, жүректегі ауру асқынады. Ал жан жүрегі сырқаттан сау адамдар айналасына шуақ шашып, мұң шалған жаралы көңілді емдеп кетеді. Сондықтан мен үмбетімнің ақ жүрек болғанын тілеймін деп сөзін аяқтады пайғамбар.